Параграф 24 аралас сандарды қосу. Есептер, осы тақырып бойынша есептер бөлініп салынады, себебі бір видеоға барлығы сыймайды. Сол ұзақ видео болғандықтан жүктеліп болмайды, сондықтан бөлек видеоларға жүктелетін болады. Енді аралас сандарды қосу тақырыбында сіздер қосу ережесімен танысып және қосуды үйрену керексіздер. Бұл жерде аралас сандар деп тұрамыз. Мына түрдегі сандар екі бүтін бөлігі болады және бөлшек бөлігі. Бүтін бөлігі деп тұрғанымыз бұл жерде 2, ал бөлшек бөлігі 24-тен 7. Оған қосамыз 5 бүтін деп айтамыз. Сондағы 5 бүтін саны, 32-тен 29 ол бөлшек сандар болады. Енді осы уақытқа дейін сендер жай бөлшектерге амалдар қолдану, яғни жай бөлшектерді қосу, азайтуды үйрендіңіздер. Енді аралас сандарды қосқанда айырмашылығы тек мынада болады. Яғни бүтіндерін бөлек қосып аламыз. Бүтін санын, мысалға 2 бүтін 24-тен 7-нің мына 2 деген саны ол бүтіні деп аталады. Бүтін. Мына бөлшекпен тұрғаны ол бөлшек сандар. Бөлшегі дейінші. Енді ары қарай есептегенде есепті аралас сандарды қосқанда 2 мен 5-ті бөлек қосып бүтіндерін, ары қарай бөлшектерін бөлек қосамыз. Жай бөлшекті қосуды өткен сабақта үйрендіңдер. Ал бүтін сандарды қосуды бұрыннан білесіңдер бастауыштан. 2-ге 5-ті қосып жібереміз, ол 7 болады. Қосылған мына жерде 24 пен 32-ні ортақ бөлімге келтіреміз. 24 пен 32-ні ортақ бөлімі қандай сан болуы мүмкін? Ортақ бөлімі 96 болады. 96-ны 24-ке бөлсек 4-тен келеді, 96-ны 32-ке бөлсек 3-тен келеді. Енді ары қарай осыларды ортақ бөлімге келтіріп жазатын болсақ, әрбір бөлшекті жеке-жеке қарастырайын. Онда 96-дан 4 7 28 қосылған 96-дан 3-ке көбейтіп жатырық. Екінші бөлшекті 3-ке көбейттік, бірінші бөлшегімізді 4-ке көбейтіп жатырық. 96-дан 29-ды 3-ке көбейтеміз, 81-ді 87 деген. Әрі қарай 7 бүтінімізді сол күйінде қалдырамыз да, мына бөлшегімізді ортақ бөлімге келтіріп жазамыз. Бөлімдер бірдей болып тұр, 96-ны жазып қоямыз да. Енді алымдарын қосу ғана қалды. 28-ге 87-ні қосатын болсақ, 115 шығады екен. Бұл бізде бұрыс бөлшек болып кетті. Бұрыс дегеніміз, яғни алымы үстіндегі сан, астындағы саннан үлкен болып тұр. 115-ті 96-ға бөлеміз, ол 1 бүтіннен келеді де, және қалдығы қалып қояды. Қалдығы ол бізде 19. Енді мына бүтін сан 7 бүтінге қосылады. 1 бүтіннен 7 бүтін қосылады, сонда 8 бүтін натурал сан, 7 натурал саны бүтініне қосылып 8 бүтін 96-тан 19 болады. Сонымен аралас сандарды қосу үшін тағы да бір мысал келтірейін. Аралас сандарды қосу үшін олардың бүтін сандарын бөлек, бөлшек бөліктерінің қосындысын бөлек түрде жазу керек. Егер жаңа мысалдағыдай бұрыс бөлшек болып шығып кететін болса, оның дұрыс бөлшекке айналдырып, бүтін бөлігін, яғни бүтін бөліктерге қосып отыруымыз керек. Соны ескерген дұрыс. Енді мына жерде 2 мен 5-ті қосамыз, бүтін бөліктерін бөлек, бөлшектерін бөлек қосамыз, бөлшек сандарды. Сонда 2-ге 5-ті қоссақ 7 болады. Ал мына жерде екінші жақшада ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде 35 болады. Сонда мында 5 деп жазамыз, мында 7 деп жазамыз. Енді 7 қосылған әзірге. Мына 5-ті толықтауыш көбейткішін мына бөлшектің алымына да бөліміне де көбейтіп жазасыңдар. Сонда 35-тен 5 болады қосылған. Ал мына екінші толықтауыш 7 деген санды 5-тен 2-ге көбейтеміз. Сонда 35-тен 14 шығады. Мына 7 бүтінді әзірге жазып қоямыз. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, мында 35-тен 5-ке 14-ті қосамыз, 19 шығады екен. Енді натурал сан мен жай бөлшекті қосқанда ол аралас сан түрінде 7 бүтін 35-тен 19 түрінде жазылады. Жақсы. Әрі қарай енді мысалдарды қарастырайық. 455-ші есеп. 455-ші есепте қосындының мәнін табу керек. 3 қосылған 7-тен 1. Бұнда натурал сан мен жай бөлшекті қосу керек. Бұл аралас сан түрінде жазыла қалады болды. Себебі бұл бүтін болып есептеледі, 3 бүтін сан ретінде қарастырамыз да. 6 қосылған 5 бүтін 9-дан 2. Мына 6 натурал саны ол бүтініне ғана қосылады. Бөлшегіне ешқандай әсері болмайды оның. 11 бүтін 9-дан 2. Ары қарай үшінші есепте 5 бүтінге 4 бүтін 10-нан 9-ды қоссақ, мына 5 бүтін тек қана 4 бүтінге ғана қосылады. Сонда 9 бүтін 10-нан 9 болады. Келесі төртіншісі 9 бүтін 16-тан 13-ке қосамыз 23-ті. Тағы да мында 23 натурал саны 9 бүтініне қосылады да 32 бүтін 16-тан 13 болады. Қарай 5-ші есеп 4 бүтін 6-тан 2-ге қосамыз 2 бүтін 6-дан 3-ті. Енді бұл жерде бүтіндерін
бөлек бөлшектерін бөлек қосып алу керек болады. 4-ке 2-ні қосамыз және 6-тан 2-ге 6-тан 3-ті бөлек қосамыз. 4-ке 2-ні қоссақ, мына жерде бірінші шақшада 6 шығады мәні, ал екінші шақшада ортақ бөлімі сол 6-ның өзі болады. Бөлімдері бірдей, бөлімдері бірдей болса, естерінде болса, тек алымдарын қосып қоятын едік. 2 мен 3-ті қосып қоямыз, бірден 5 деп жазып кетулеріне болады. Мен сіздер түсінікті болсын деп ашып жазып жатырмын. 6-тан 5 шығады, яғни 6,6-тан 5 шығады екен. Бұл жерде уже бірден 6,6-тан 5 деп егер жаза беруге болады, түсініп отырсаңыздар. 6-шы есепте 10,13-тен 9-ға қосамыз 8,13-тен 3-ті. Мына жерде бірінші жақшада 10 мен 8-ді бөлек қосып аламыз. Екінші жақшада бөлшектерін қосамыз. Сонда 18 шығады екен. Мына жерде 13-тен тек алымдарын қосып жібереміз, себебі бөлімдері бірдей, екеуі де 13-те 13 болып тұр. 9-ға 3-ті қосатын болсақ, ол бізде 12 болады. Сонда бізде шығады екен 18,13-тен 12 деген аралас мән шығады. Әрі қарай 7-ші есеп. 7-ші есепте 6,16-тан 5-ке қосамыз 2,16-тан 3-ті. Бұл жерде де бүтіндерін бөлек жақшаға қосамыз. Бөлшектерін бөлек жақшаға қосып есептейміз. Сонда бізде не шығады екен? 8 бүтін қосылған, бөлшектерін бөлімдері бірдей, сондықтан тек алымдарын қоса қоямыз. 5 пен 3-ті қоссақ 8. Бұл жерде не байқап тұрмыз? 8 пен 16 екеуі де ортақ бөлгіштер бар. Екеуі де 8-ге бөлінеді. 8-ді 8-ге бөлсек 1 болады, 16-ны 8-ге бөлсек 2 болады. Сонда бізде былай шығып тұр: 8-ге 2-ден 1-ті қосамыз деген сөз. Бүтін санға, натурал санға бөлшек санды қосатын болсақ, оны аралас сан түрінде 8,2-ден 1 деп жазып қоямыз. Ары қарай 8-ші есеп. 2,22-ден 5-ке қосамыз 8,22-ден 15-ті. Бұл жерде бүтіндерін бір бөлек қосамыз, 2-ге 8-ті қосамыз да, екінші жақшаға тағы айтайын, бөлшектерін бөлек қосамыз. Бұл жерде бөлімдері бірдей бөлшектер, сондықтан қиындық туғызбайды, бірден мәндерін жаза береміз. 2-ге 8-ті қоссақ 10, екінші жақшаның мәні 22-ден 5 пен 15-ті қосамыз, алымдарын 20 шығады. 20 мен 22-де ортақ бөлгіштері бар. Екеуі де жұп сан, сондықтан екеуі де 2-ге бөлінеді. Мұнда 10, мұнда 11. Сонда 10 қосылған 11-ден 10 шығады. Оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 10,11-ден 10 шығады екен. 9-ші есепте 5,40-тан 29-ға қосамыз 4,40-тан 31. Бүтін бөліктерін бөлек қосамыз, бөлшектерін бөлек қосамыз. Сонда бізде не шығады? 9 бүтін қосылған 40-тан 60 шығады екен. 60-та 40-та 10-ға, 20-ға бөлінеді. 60-ты 20-ға бөлсек 3, 4-ті 20-ға бөлсек 2. Сонда бізде 9 бүтін 9 қосылған 2-ден 3, мына 2-ден 3 деп тұрғанымыз бұрыс бөлшек қой, яғни үстіндегі сан астындағы саннан үлкен болып тұр. Оны дұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, ол 1,2-ден 1 болады. Яғни 3-ті біз 2-ге бөлеміз, 1 болады, және қалдық 1 қалады. Оны алымына жазып қоямыз. Енді бұны орындайтын болсақ, мына 9 пен 1 қосылады да, бүтін бөліктері. Мына 9 натурал саны бүтініне қосылады да, 10,2-ден 1 шығады. Әрі қарай 456-шы есеп. Тағы да өрнектердің мәнін табу керек. Бірінші есепте 2,61-ден 58-ге қосамыз 1,61-ден 12. Бүтіндерін бір бөлек. Әзірге үйреніп дағдыланып кеткенше осылай жақшаға жазған сіздерге ыңғайлы болады. Болашақта енді бұлай жақшамен отырмайсыздар. Бірден есептеп дағдыланып алғаннан кейін бірден қоса беруді уже үйреніп аласыздар. Әзірге шатыспас үшін жазып отырғандарыңыз жөн. 2-ге 1-ді қосамыз 3. Екінші жақшада ортақ бөлімі 61-дің өзі болады да, сол 61-ді қалдырамыз. Алымдарын қосамыз, 58-ге 12-ні қосамыз. Бұл бізде 70 шығады. Бұрыс бөлшек шығып кетіп тұр. 70 61-ден үлкен болып кетіп тұр. Яғни 70-ті 61-ге бөлеміз. Мына бөлшек сызығы бөлуді білдіреді балалар. Бөлшек дегеніміз мына үстіндегі санды астындағы санға бөліп жатырмыз деген мағына. 70-ті 61-ге бөлсек 1 болады, бірақ қалдық қалып қояды. 9 қалдық қалып қояды. Сол қалдықты мына алымына жазып қалдырып кетесіңдер. Енді қараңыздар, мына 3 саны натурал саны. Мына аралас санын бүтініне қосылады. Тек қана мына бір санына қатысты. Мына бөлшегіне ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан 4,61-ден 9 деп жазып отырамыз. Екінші есепте 4,300-ден 121-ге қосамыз 7,300-ден 199.
тағы да бүтіндерін бөлек қосамыз 4 пен 7-ні. Ал бөлшек бөліктерін бөлек қосамыз. 300-ден 121-ге 300-ден 199-ды бөлек қосамыз. Так, сонда 4-ке 7-ні қосатын болсақ, ол бізде 11. Так, 300, 121 мен 199-ды қосатын болсақ, 320 шығады екен. Так, бұл жерде қысқарту орындалады. 20-ға бөліп жіберетін болсақ, 16, 15 шығады екен. 11-ге қосамыз 15-тен 16. Бұл бізде тағы да бұрыс бөлшек. Яғни 16 15-тен үлкен болып тұр. Сондықтан 16-ны 15-ге бөлеміз, былайша айтқанда. 16-ны 15-ге бөлсек 1 болады да, бірақ бір қалдық қалып қояды. Сол қалдықты мына алымында қалдырамыз. Енді 11 натурал санына 1 бүтінді қосамыз, сонда 12 бүтін болады. Бөлшегін 15-тен 1 деп қалдырамыз. Ары қарай үшінші есеп. 5 бүтін 401-ден 380-ге қосамыз 1 бүтін 401-ден 127. Тағы да бүтіндерін бөлек 5 пен 1-ді қосып аламыз, және бөлшектерін бөлек қосамыз. Так, енді 5-ке 1-ді қоссақ ол 6 ғой. Ал мына жерде 380-ге 127-ні қоссақ 507, 507. 507-ні 401-ге бөлетін болсақ, 1 бүтін, бұрыс бөлшек шығып тұр бізде. 1 бүтін 507-ні 401-ге бөлсек 1 бүтін, және қалдығы қалады екен 106 болды. Так, меніңше бұлар қысқармайды. Қысқармай осы күйінде қалады, яғни 7 бүтін 401-ден 106. Төртінші есебі 4 бүтін 540-тан 253-ге қосамыз 18 бүтін 540-тан 307. Бұл есепте бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосамыз. 4-ке 18-ді қоссақ ол бізде 22. Так, мында ортақ бөлімдер бірде 540, 253-ге 307-ні қоссақ 560 шығады екен. Екеуінде 20-ға қысқартып көрейік. Мында 20-ға қысқартсақ 28, мында 27. 28-27-ге бөліп жіберетін болсақ 1 бүтін 27-тен 1 болады, яғни 23 бүтін 27-тен 1 болады екен.